Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай оңай печенье пісіретін боламыз. Қажетті заттардың мөлшері описанияға жазып кететін болам. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа және қантты салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Үстіне сұйық майды қосып тағы да араластырамыз. Біркелкі масса шыққаннан кейін үстіне қасықтап ұнды салып отырып және разрыхлителді үстіне қосып, біркелкі жұмсақ тесто елейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайтын жұмсақ тесто шығу керек. Бұл тестаны тындырудың қажеті жоқ. Менде бір жұмыртқадан 14 штук печенье шықты. Әр печеньені домалақтап, дөңгелек шарик түбіріне келтіреміз. Кейін оны жаюға бізге ыңғайлы болу үшін. Осылай шариктер дайындап алғаннан кейін өз қолымызбен басып немесе оқтаудың көмегімен печеньенің формасын біркелкі етіп мөлшерлеп аламыз. Өте жұқа болмау керек, өте қалың да болмау керек, тек 3-4 мм қалыңдықта болса жеткілікті. Пергаментке қойғаннан кейін бетіне осындай шанышқының көмегімен узорлар салып шықтым. Печенье 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін шоколадымызды осындай суға ерітіп алсақ болады. Кез келген шоколад түрін пайдалана аласыздар, кез келген узорды салып әсемдесеңіздер болады, өз еріктеріңізде. Мінекей біздің әдемі дәмді жұмсақ бөлмелі печеньеміз дайын болды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!